Бәріңе сәлем достар, менің атым Айгүл, және менде инелі аяқтар. Яғни менің аяқтарымда ине өскен. Неге бұлай? Мен бұнымен қалай өмір сүремін? Сіздер бұны оқиғамнан білетін боласыздар. Бұрында мен жеңіл атлетикамен айналысқанмын. Содан соң маған жүгірген қатты ұнайтын. Мен спортпен өте жақынмын. Менің бөлмемнің барлығы спортқа қатысты суреттермен толған. Салауатты өмір салты туралы суреттер де бар. Шынымды айтсам, маған тамақ көп жей беретін, еріншек. Бірнеше остановкаға автобуспен баратын адамдар ұнамайтын. Мен ондай адамдарды еріншек, әлсіздер деп атайтынмын. Жарты жыл бұрын мен әдеттегідей далаға жүгіруге шыққанмын. Аяғымды басқанда қатты ауыратын. Мен бұл жарама деп ойлап қалдым. Себебі жүгіретін адамда да жара пайда болады. Мен бұған өте қатты мән берген жоқпын, бірақ осы күні жүгірмеймін деп шештім. Себебі аяқ киімнің ішінде бір нәрсе тұрған сияқты болды. Мен бұл инеме деп ойлап қалдым. Мен бұны шығару үшін үйіме кетіп қалдым. Қанекей, бұл не екен? Бұл бізде жара да емес, ине де емес екен. Бұл күріштің көлемімен бірдей. Менің аяғымда өсіп кеткен бір нәрсе. Мен бұның не екенін білмедім. Бірақ бұл өтіп кетеді деп ойладым. Оған дейін мен бір аяғыммен жүріп, жаттығуымды жасай беремін. Бірақ бұл нәрсе бір аптадан кейін де емес, бір айдан кейін де емес, кеткен жоқ. Әр жүрген сайын ауырады. Тек сол кезде ғана анама айттым. Анам тезірек дәрігерге көріну керек деді. Клиникада маған ол сондай бір ине деді. Және оны алып тастау керек деді. Ал алып тастасақ алып тастайық. Мен бұнымен өмір бойы өмір сүрмеймін ғой, деп ішімнен ойладым. Сонымен бұны алып тастады. Бұл маған ұнаған жоқ және өте ыңғайсыз болды. Мен бұның бәрін не үшін тырысып жатқанымды білемін ғой. Бір апта күте тұру керек, бұл менің инем кеткенше. Ал үйге келгеннен кейін мен өте қатты мұңайдым, себебі аяғымда біреу ғана емес, тағы да екеу пайда болыпты. Бұл инелер мені өте қатты қорқытты және олар өте үлкен болды. Қорыққан күйімше мен дәрігерге жүгіріп бардым. Сіз не істеп қойдыңыз деп ұрса бастадым. Деген сұрақтармен оны мазаладым. Бір нәрсе айтайын, менің аяғымдағыны лазермен де, сұйық азотпен де кетірді. Бірақ нәтижесі болған жоқ. Қайта инелер дәу болып өсе бастады. Маған аяғымдағы осындай инелермен жүру ыңғайсыз болды. Бұған дәрігерлер диагнозды қойған жоқ. Бірте-бірте мен дәрігерге де бара алмай қалдым. Басқа амалын іздеу керек. Мен тіпті жүре алмай да қалдым. Енді қолмен жүріп үйрену керек. Қашан жақсы өмір сүреді екенмін. Мектепке барып, достарыммен қыдырып, спортпен айналысып, бірақ бұның барлығын істей алмадым. Себебі аяқтарымда тікен бар ғой. Және үйде онлайн оқыдым. Жарты жылдан кейін менің аяқтарымның барлығы тікен болды. Олар 1 сантиметрге өсіп кеткен. Сол кезде мен әжетханаға да бара алмай қалдым. Мен сол кезде отыра беріп тамақ жей бердім. Оның үстінде депрессияда болдым. Мен тіпті жатарда ұйықтай алмадым. Себебі жатқанда аяғымды ашытады. Олар өте ауыра бастайды. Мен бұрында жақсы көрмеген адамдарға айнала бастадым. Мүмкін олар да денсаулығына байланысты салауатты өмір салтын ұстай алмаған шығар. Мен осы кездерде әлсіз болдым. Мүмкін осы тікендер мен басқалардың өзімді жақсы санағаным үшін өскен шығар. Мен неге осылай болды екен деп кейде жылаймын. Менің анама рахмет, себебі ол маған өте керемет сыйлық жасады. Бұл сыйлық маған өте қатты ұнады. Бұл сыйлықта сен өзіңнің аяғыңның мүсінін жасап, соған қарсы сен аяқ киім таңдайсың. Содан соң саған тікендер кедергі келтірмейтін болады. Сол жерде барлық құрастырмасы жазылған және маған осы мүсіннің арқасында жүру қиын болған жоқ. Мен қайтадан бақытты болдым. Енді мен жақсылап өмір сүре алатын болдым. Шынымды айтсам, осындай тікендер аяғыма өскен үшін өкінген жоқпын. Аяғымдағы тікендер өсіп бітті. Енді маған ыңғайсыздық тудырмайды және ауыртпайтын болды. Яғни олар өте қатты қатайған. Мысалы, аяғыммен жерді ұрғанда аттың аяғы сияқты болды. Маған осындай аяқпен жүру ыңғайлы болды және ата-анама осындай аяқ киімді енді кимейтін болдым дедім. Сосын осыған бола ақша құртудың қажеті жоқ. Маған осылай ыңғайлырақ деп ата-анама айттым.
Шынымды айтсам, осындай аяқпен жүру маған өте қатты ыңғайлы болды. Аяғыма бола ақша құртқанша өзімнің аяғыммен жүре берейін дедім. Адамдар маған қатты қарап қалады. Кейбіреуі мен мутант деп, тролль деп атады. Бірақ мен бұған мән берген жоқпын. Енді мен аяғыма тікен өскеніне кінәлі емес шығармын деп өзімнің аяғыммен жүре бердім. Негізінде маған осылай жалаң аяқ жүрген ұнайтын, яғни бұл бақыт. Мен қайтадан мектепке бардым. Жаттығулар жасап, достарыммен кездестім. Содан соң артық килограмм бар адамдарға қайтадан қарай бастадым. Енді мен біреу осындай артық килограмм жинап тамақ жеп жатса, менің жыным келмейді. Енді мен шыдамды және айналамдағы адамдарға мейірімді бола бастадым. Жақында біз ата-анамызбен фермаға бардық. Және сол жерде орманда өрт басталды. Ол жерде шөптер мен ағаштардың барлығы жанып жатты. Дәл сол жерде мен күшікті байқап қалдым. Ол күшік қорқып қалған және отты басқысы келмей қорқып тұрды. Барлығы күшікке қарап қорқып тұрған кезде мен тезірек барып күшікті алып кеттім. Маған дымда ауырған жоқ. Және аяқтарым одан зардап шеккен жоқ. Содан соң ең бастысы мен күшікті аман қалдырдым. Оны қауіпсіз жерге апарып қойдым. Шынында менің күшікті құтқарып жатқанымды сол жердегі фермердің қызы TikTokқа түсіріп алыпты. Ал ол видеода миллионнан астам лайк жиналған. Содан соң осы видеоны атақты фокусник көріпті. Ол маған шығып, менің өнеріме таң қалады. Менімен бірге шоуда жұмыс істе деп маған ұсыныс жасайды. Ол маған иненің үстінде, шоқтың үстінде жүресің деді. Мен бірден келістім. Мәселе ақшада болған жоқ. Мәселе мен өзімнің аяқтарыммен өнерімді көрсету. Мен спортпен айналысамын, бірақ бұл кішкене біртүрлі. Сондықтан мен көшедегі адамдарға өзім өнерімді көрсетемін деп шештім. Мен адамдардың арасында өзімнің өнерімді көрсете бастадым. Шегенің немесе шоқтың үстінде аяғыммен жүріп. Мен шоқтың үстінен өткен кезде маған ауырмайды. Ал егер аяғымда тікендер болмаса, әрине аурушы еді. Адамдар бұл өнеріме таңғалды. Мен бір ретте шоқтың үстінде тұрған кезде қатты ауруды сездім. Содан соң қатты секіріп жібердім. Маған қатты ауырғаны соншалық айғайлап жібердім. Көрермендер күлді. Бізді әдейі істеп тұр деп ойлады. Бірақ шынында әдейі істеген жоқпыз. Маған өте қатты аяғыма ауырып қалды. Мен өзімнің қасымдағы досыма жедел жәрдем шақыруын сұрадым. Біз клиникаға келдік. Негізі менің тікендерім шоқ пен инелердің үстінде жүргеннен шыдамай түсіп қалыпты. Дәрігер маған, енді сенің аяғындағы тікендер болмайды. Енді жаңа өмір бастайсың деді. Мен қалай сонда? Маған осы тікенді аяқтарым ұнайды. Мен осы аяқтарым арқасында өнерімді көрсетіп жүрмін ғой. Бұл жаңалық маған бір жағынан жаман, бір жағынан жақсы болды. Мен әлі білмеймін, осы аяғымды қайтарғым келе ма, қайтарғым келмейді ма. Бірақ енді бұл аяғым жоқ, оны қайтадан қайтарып ала алмайсың. Ал сіздерге тікенді аяқтар ұнай ма? Оны сіздер қалай пайдаланатын едіңіздер? Оны комментарийге жазып өз ойларыңызды бөліңіздер. Ал достар, видео соңына жетті. Осы видеоның астына лайк басып, міндетті түрде тіркеліп кетіңіздер. Сау болыңыздар. Достар, менің арнама тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Себебі менің арнамда өте қызықты анимациялар шығатын болады. Оларды жіберіп алмас үшін қоңыраушаны да басып қой.